Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Түсіңізде пышақ көрсеңіз қалай жоруға болады? Түсіңізде пышақ көру жаман ырым. Ол артынан ұрыс, дағдарыс және ажыраудың белгісі. Сарғайған пышақты көру отбасылық өмірге көңілі тоймауы мен нақсүйеріңізбен айырылысудың белгісі. Өтірік және қайырылған қылыш, алдағы уайым, сынған пышақ барлық үміттің күйреуін көрсетеді. Пышақтан жарақаттансаңыз, отбасылық келеңсіздіктер мен жауларыңыздың құрған тұзағын хабарлайды. Ал басы бос адамдар үшін бұл түс абыройсыздық туралы белгі береді. Түсіңізде сіз пышақпен өзге біреуге атылсаңыз, шынайы өмірде өте нашар, төмен әрекетке барасыз. Бойыңызды әділдік сезімін дамыту үшін көп күш жұмсауыңыз қажет. Үстел үстінде жатқан пышақты көрсеңіз, бұл түс сіздің жаңа адамдармен танысудан қорқатыныңызды білдіреді. Түсіңізде таныстарыңыздың бірі әлденені бауыздау үшін қолына пышақ алғанын көрсеңіз, сіз шынайы өмірде пышақтың біздіңдей өтірік, рұқсат етілмеген қауіпті іспен айналысып жүрсіз, және қандай да бір себеппен оны ешкім байқамайды деп санайсыз. Әдемі қылыш немесе пышақ көру күтпеген адамнан сыйлық аласыз, бірақ бұл сыйлықтың астында күмәнді сыр бар. Оны қауіпсіз деп санамаңыз.